Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте керемет, дәмді, түсі осында қанық болып шығатын компот дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Ең алдымен банкамызды парлап, содан соң жеміс-жидектерімізді жуып тазалап салатын боламыз. Менде шие, өрік және де алма, барлығын осылай салып шығатын боламыз. Өте дәмді шығады, сіздер де жасап көріңіздер. Кез келген фруктыларымызды осылай салып, енді 1 стакан құмшекер салып шығатын боламыз барлығына. Алдын ала суды қайнатып дайындап қоясыздар. Енді қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Суымыз жақсылап қайнауы қажет. Енді қақпақтарымызды бір қайнатып, осылай тазалап алатын боламыз. Енді банкамыздың аузын жақсылап жауып, орап қоятын боламыз бір күнге. Бір күннен соң түсі өзгеріп, әдемі болып шығады. Осылай аударып, жылы жерге орап қойып қоямыз. Біздің компотымыз дайын. Видеоңызға лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.